Қараңыздар, құрметті жігіттер, қыздары кетіп қалғанда жылап, еңіреп, артынан жүгіретін жігіттерге мен қазір мықты техника айтайын деп отырмын. Керемет. Егер сіз ана қыздың керемет қыз екенін біліп тұрсыз, сол қызбен бас қосқыңыз келіп тұр. Ол қызды ешқайда жібергіңіз келмейді. Егер ол қыз сізге действительно ұнайтын қыз болса, және ол қыз сізден өзінен өзі кетіп қалатын болса, қате сіз оған гүлін беріп жатсыз, ресторанға барып жатсыз, сіз мықты, жақсы жігітсіз, көркем мінезді, ақша табатын, оған внимание беріп жатырсыз, гүліңізді беріп жатсыз, былайша айтқанда достойный жігітсіз. И сіздің қызыңыз өзінен өзі кетіп қалды. Сіздің реакцияңыз қандай болу керек? Вот қыз келеді айтады: болды, екеуміздің арамызда бәрі бітті деп бүйтіп тұрады ғой, бүйтіп ше. Сол кезде бүйтіп тұрасыз, айтасыз, серьезный түрмен, мынандай серьезный түрмен тұрасыз, айтасыз: жарайды, все, хорошо, бітті, жақсы, қош бол, болды. Бірақ сіз айтасыз, ол қыз жұлқынып кетіп қалады. Сіз ары қарай не істеу керексіз? Сіз ол қызға жазбайсыз. Білемін, сағынасыз, ол қызға звондағыңыз келеді, бірдеңе жазғыңыз келеді, бірақ блоктамайсыз. Енді мен по секрету жігіттерге айтып жатқан кеңесім: егер действительно ол қыздан айырылғың келмесе, артынан жүгірме. Егер осы қыз сенің қасында мәңгі қалсын десең, ол қыздың артынан ешқашан жүгірме. Жүгіргенде жаңағыдай не үшін кетіп қалдың, боқтамаңыз, жаман сөз айтпаңыз, қол көтермеңіз. Просто бопты, бара ғой дейсіз, болды. Ол қыз барады, бір апта өтеді, 2 апта өтеді, уже сізді сағына бастайды, сізден хабар күтеді, сізден хабар жоқ. И бір кезде ол қыз ойлайды: бұл, значит, басқа біреуі бар деген сияқты. Сөйтіп ол қыз жаны тырнағының ұшына түсе бастайды. Сізге сөйтіп бір 10 шақты күннің арасында өзі хабарласады. Самый главный, сіз сабырлық, салқынқанды өзіңізді ұстау керексіз.